Қайырлы күн баршаңызға. Дәл осындай конфетница корзинаның жасалу жолын видеоның соңына шейін көретін болсаңыздар, жасалу жолын үйреніп алатын боласыздар. Қараңыздар, осындай конфетница корзина серебро оформлениясымен жасадым. Мына ішіне конфет, орех, түрлі заттарды салсаңыздар да болады. Сухофрукт салсаңыздар да болады. Осылай крышкасын жауып, осылай 5 штук болады. Осының қазір біреуінің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына шейін тамашалаңыздар. Ал кеттік, ендеше сабағымызды бастайық. Ең алдымен мына ішкі жағына мынандай камераны ойып жапсырып аламыз. Мына бет жағына да тоже жапсырып аламыз. Скрин көмегімен айналдырасы ашық қалмау керек, барлығын мұқият жапсырып аласыздар. Мінекей жапсырып алдық. Енді осының айналдырасына бортикс дейтін боламыз. Мына астыңғы бөлігі мына жылтыры іш жағында қалады. Міне көріп тұрсыздар, іш жағында қалады осылай. Терең болып тұру керек. Мінекей астыңғы бөлігі дайын. Астыңғы бөлігі мына іш жағында тұрады, камераны жылтыры материал. Мына астыңғы бөлігі. Енді крышка бөлігін жасайтын боламыз. Крышка бөлігінде мына жылтыры бет жағында тұрады. Осылай міне айналдырып қазір жапсыратын боламыз. Мінекей крышка бөлігіне астыңғы бөлігін жасап қойдық. Енді мына айналдырасына осындай золоты, серебро лента жапсыратын боламыз. Мына өзінің артында клей болады. Міне жалғанған жерінен бастаймыз да. Осы айналдыра отыра түгел. Міне жапсырдық, айналдыра отыра артын кесіп тастаймыз. Мына бетіндегі пленкасын алып тастаңыздар. Мінекей астыңғы бөлігі, крышка бөлігі екеуі де дайын болды. Енді астыңғы бөлігіне мына пластигімізді бүйтіп кигіземіз. Осылай кигіземіз де, міне өлшеп аламыз. 1 сантиметрде артық шығып тұру керек. Ол жеріне біз клей жағамызды бір-біріне жапсырып тастаймыз. Осылай. Енді осыны мына жерге клей жағамыз да. Осы клейді жағыңыздар. Осы клей жақсы клей. Жақсы. Мына клей көрініп тұр, оны біздер қазір мынандай имитациямен жабатын боламыз. Мұқият тұр. Енді осылай кигіземіз, қараңыздар, киіп тұр. Енді мына іш жағына, төбе жағына клей жағып жүріңіздер, пластик ұстап тұрсын деп. Осы пластикті кигізе саламыз осылай. Мінекей қараңыздар, астыңғы бөлігіне жабысып тастадық. Енді мынаны біздер ішінен бастап, мына сыртына шейін мына пластиктің жалғанған жерін жапсырамыз. Біздің астыңғы бөлігі дайын, крышка бөлігі де дайын. Осылай кигізіп қоямыз. Енді осындай ручкалары болады. Осылай отдельно сатылады, соны аласыздар. Осылай ыстық клеймен дәл ортасын тауып жапсырып тастаймыз. Міне қараңыздар, осылай ашылып табылады. Енді мінекей міне біздің конфетница шкатулкамыз дайын. Осылай 5-ші етіп, осы корзинаның ішіне салатын боламыз. Өте әдемі болды. Осылай етіп клиенттеріңізге жасап берсеңіз болады, немесе өзіңіздің тойыңыз, шілдехана, бес тойыңыз болса, соған әдемі етіп осылай етіп жасап алсаңыздар болады. Осындай әдемі корзиналар жасап табыстапсаңыз болады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Осындай корзинаны жасағысы келіп жүрген достарыңызға бөлісіңіз, және де менің каналыма тіркеліп қойыңыз.